Солай доцент. Иә. Доцент Жолдас мырза. Профессор, сіз көте орында. Ғылым деген оңай емес. Әрине. Ғылым инемен құдық қазғандай дейді. Құдық ештеңе емес, зындан қазасың әлі. Иә, мен осы дәрежеге оңай жетті деп ойлайсыз ба? Әрине. Қанша кітап оқыдым. Мысалы мен қазір жаңа ғылыми еңбек, жаңа кітап шығарып жатырмын. Әліппе деген. Әлі ешкім шығарған жоқ. Керемет. Міне сондай үлкен ғылыми жобамен айналысып жатырмын. Ол өте үлкен. Сіздің әрбір жасаған ғылыми еңбегіңіз, сіздің жасаған мына дүниелеріңіз, тапқан жаңалықтарыңыз, ол адамзатқа пайда келтіру керек. Көрдіңіз ба? Өте орында. Ол көптеген ақша түсіру керек мемлекетке. Өте орында. Ол көптеген пайда келтіріп, адамдар оны ғасырдан ғасырға қолдану керек. Әйтпесе ол несі ғылым? Сондықтан, доцент мырза, ғылымда өте абай болыңыз. Оппонентіңіз кім? Оппонентіңіз бар ма? Енді, құрмет профессор, мен де сіздің өзіңіздің ізіңізді қуып. Жоқ, мен енді сізге ғылыми жетекші болайын. Оппонент менің бір танысым бар, сізге жақсы оппонент тауып беремін. Бар ғой, жақсы оппонент жігіттер бар, түсінігі мол жігіттер, иә. Ал, сол... Мен жүзе алмаймын. Құтқарыңыздаршы. Қазіргі жастарды айтамын. Сондай мәдениетсіз. Этика, эстетика деген жұрдай болған. Айтпаңыз. Үлкен адам сөйлеп тұр, жағаласып қараш. Шляпыдегі ағай өтінемін сізден. Айналайын, көшін алшайын. Мен жүзе алмаймын. Мына жерде үлкен адамда сөйлесіп тұр ғой. Не еріп тұр? Жүзе алмаймын, мен жүзе алмаймын. Шляпыдегі ағай. Қандай адам енді? Әңгіме айтып тұрмыз шулап. Жүзе алмаймын, мен жүзе алмаймын. Шляпыдегі ағай. Сіз жүз аласыз ба? Жоқ. Мен де жүз алмаймын. Бірақ біз бүкіл қалаға жүз алмаймын деп айғайлап жатқан жоқпыз ғой. Иә? Шляпыдегі ағай өтінемін сізден маған көмектесіңізші, мен жүзе алмаймын. Профессор, әңгімені басқа жерде жалғастырамыз ау деймін. Сөйтейікші. Мына жерде сіздің әңгімеңізді бұзып Солай істейікші. ғылыми жобаны